оқушылар? Сәлеметсіз. Отырыңыздар. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы болса, одан сайын көңіл-күйлеріңізді жақсартып, бүгінгі сабақты бастамас бұрын, мен сені батырға теңеймін әдісін қолдансақ. Карина, сен қандай батырға теңейсің? Мен жазираның бірінші қабілетінсің, өзі батыр, өзі научниц болды. Жақсы, өте жақсы. Әсем? Мен Анелина Алямолдағұлова деген батырға теңеймін. Батыр және әдемі. Өте жақсы. Анель? Мен Дамирді Махамбет Өтемісұлына теңеймін, өйткені ол батыр. Жақсы, әрі. Дамир? Мен Жидарды Сатай Тайманова деген батырға теңеймін. Өте жақсы. Дидар? Мен Каринаны Мусмамед қызына теңеймін. Өте жақсы. Жазира? Мен Асиманы Тимирецкий батырға теңеймін, өте намысшыл, өте батыр қыз. Жарайсың, өте жақсы. Көп қазақтың батырларын білесіздер, иә? Біз өткен сабақта кім туралы оқыдық? Қандай батыр туралы? Махамбет Өтемісұлы, жақсы. Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Махамбет Өтемісұлының мен едім өлеңі. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып қоямыз. Біз бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығармадағы ұрпақтар көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Балалар, жас болсақ, ендеше бүгінгі біздің сабағымыз топпен жұмыс. Сондықтан қазір әркім батырды таңдаймын әдісі бойынша бір батырды таңдап, сол топқа отыра қойыңыздар. Өте жақсы, әркім өз тобыңызға отыра қойыңыздар. Бірінші топ бізде Қайрат Рысқұлбеков тобы, екінші топ Махамбет Өтемісұлы тобы. Біздің Қайрат Рысқұлбеков кім балалар? Желтоқсан көтерілісіне қай жылы? 1986. Өте жақсы. Сондықтан біз бүгінгі екі ұрпақтар сабақтастығы болу үшін біз Қайрат Рысқұлбеков пен Махамбетті қатар алып отыр екенбіз. Өте жақсы. Ендеше біздің бірінші тапсырмамыз үй жұмысын қайталау ретінде алтын сақа әдісі бойынша топтарға асықтың нөмірі бойынша сұрақ қоямын. Одан кейін сол бойынша сіздер жауап бересіздер. Сол нөмір бойынша. Жақсы ма? Ал қане бірінші топ асықтың нөмірін таңдасаңыздар. Жақсы. Әсем, қандай асықтың нөмірі келді сізге? Екінші асық. Жақсы. Екінші сұрақ бізде Махамбеттің неше күйі бар? Махамбеттің 11 күйі бар. Өте жақсы, біз кеше өткен болатынбыз. Ал Жазира? Төртінші асық. Махамбеттің қандай өлеңдерін білесің? Қыз, мен едім, менде соттан қайтарым. Жақсы. Өте жақсы. Карина? Үшінші асықтың сұрағы. Махамбеттің Исатайға арнап шығарған қандай өлеңдері бар? Арғын оқ дейді, қызғыш құс және Исатай деген алған бар. Өте жақсы, жарайсың. Ал Анель, екінші топ қандаймыз? Өте жақсы. Анель, қандай нөмір қаласың? Екінші сұрақ бізде Махамбеттің шығармаларының тақырыбы қандай? Ұлт азаттық көтеріліс, азаттықты сақтап қалу және ерлікті сақтап қалу. Өте жақсы, осындай тақырыпта екен, иә? Дамир? Бесінші номер. Исатай Махамбет көтерілісі қай жылы болды? 1836-1838 Жақсы, өте жақсы. Дидар? Бірінші номерлі сұрағымыз. Махамбет қай ханның тұсында өмір сүрді? Махамбет Жәңгір ханның тұсында өмір сүрген. Өте жақсы балалар. Бірінші тапсырмадан сүрінбей өттіңіздер, барлықтарыңыз сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Сондықтан сіздерге бір смайлик күтіп алдыңыздар. Жарайсыздар. Алдағы тапсырмаларда да осындай мұқият болыңыздар. Екінші біздің тапсырмамыз ол оқылым. Яғни бірінші топ Махамбетпен бүгінгі мен едім өлеңін оқисыздар. Кітаптан, жақсы ма? Ал
екінші топ атақты Қайрат Рысқұлбековтың «Ақтық сөз» өлеңін оқисыздар. Түсінікті ме? Оқуға 5 минут уақыт беріледі. Әр топқа жақсылап түсініп оқуға алыңыздар. Ал уақыт бітті. Оқып болсаңыздар, енді карусель әдісі арқылы бірінші топ пен екінші топтың бірінші қатысушылары ауысып, бір-бірімізге оқығанымызды түсіндіреміз. Жақсы ма? Карина мына топқа келеді, Анель мына топқа. 3 минут уақыт беремін, енді бір-бірлеріңізге оқығандарыңызды түсіндіресіз. Оқия түсініп аламыз. Жақсы ма? Ал қане бастаймыз. Ал жақсы түсіндіріп болса, қайтадан ауысамыз. Түсінікті болды ма? Келесі біздің тапсырмамыз, мақсатқа жететін тапсырма. Енді жаңа сіздер Махамбеттің өлеңін оқыдыңыздар, мұнда тік кестесі арқылы Махамбеттің өлеңін үзінді және соны түсіндірмей жазасыздар. Қайрат Рысқұлбековтың, ал сіздер Махамбеттің өлеңін тік кестесі мына жаққа үзінді, мына жаққа түсіндірмесін жазасыздар. Ыңғайланып бір-біріңіздің қастарыңызға келіп алыңыздар. Мінекей маркерлермен жұмыс жасаймыз. Барлығы 7 минут уақыт беріледі. Одан кейін осыны топпен қорғайтын боласыздар. Мінекей маркермен әзірлеп жұмыс жасаймыз. Келіңіздер. Жаңағы түсінгендеріңізді жазасыздар. Сен мына жаққа жаза берсең, мына жаққа жаза бер. Әркім өзінікін жазсын. Жақсы. Өте жақсы жұмыс істеп жатыр екен топтар. Болдық па? Уақыт аяқталып қалды. Ал қанекей. Ал бұл қаламды қоямыз, болды, уақыт бітті, отырамыз. Ең бірінші біз Махамбеттен бастайық. Жақсы ма? Қанекей, Махамбет тобы шығарды бірінші. Қайрат тобы құпия тыңдаймыз. Одан соң бір-бірімізді бағалайтын боламыз. Мына жерде болса. Қартан алып. Бірінші үзінді Исатайдың барында елі табан бөрі едім. Қай қазақтан кем едім, қазақтан тең едім. Бұның мен түсінгенім бойынша Исатай бар кезде Махамбет өзін бөріге теңейді. Ол Исатай көтерілісінде маңызды тұлғалардың бірі болған және әр адам тең болды деп есептейді. Екінші үзінді өздеріндей хандардың, қарны жуан билердің басын кессем деп едім. Махамбет өлеңдері хан сұлтандарға қарсы жазылған. Олардың басын кесем деп едім деген сөзінің өзі оның қайсар рухты екенін көрсетеді. Махамбет Исатайдың нағыз қанды көйлек жолдасы болған. Өте жақсы. Рәмил. Еріксізден дұшпанды қызыл сырлы жебе едім. Ол дегені жауыма оқ болып атыламын, қарсы келген дұшпанды аямаймын деген сөз. Және де ежелгі дұшпанға ел болмас. Етектеген келіп жем болмас. Бұрыннан келген жау ол дос болмайды және жау болып қалады. Жақсы. Елдің бойында тоғай бойы ен тоғай, елімді қондырсам деп едім. Бұл жерде Махамбет елдің жағында басқа кеңес одағы бұл жерге басқа ұлттардың адамдарын қоныстандырған. Бірақ бұл жерге кеңес
көбісі қондырғысы келген қазақтарды. Өте жақсы, жақсы бірінші топ. Алқай тыңдайық қоямыз да орнымызға отырамыз. Екінші топтың жауабын тыңдайық. Бірінші, Қаймана қазақ Камошин қарусыз шықтық алаңға, алыстан әскер алдырып, қырып салды таппанды. Бұл жерде қазақ көтеріліске қарусыз шыққан жастарды айтып тұр. Бірақ басқа елдерден әскер алдырып, көп жастардың өмірін ала салды. Екіншісі, қарғыс атқан алаңда қарғыс атқан жеткен күн. Екіншісі, қарғыс атқан алаңда 1986 жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласында болған көтеріліс өткен алаңды қарғыс атқан дейді. Себебі сол күні қаншама жастардың өмірі алынды, қаншама қан төгілді. Жақсы, өз ойымызбен айтамыз, е? Өз ұлтының басшысын орнынан сүйреп алмасын. Ол Ғанаевтың орнына Кімді әкелді? Колбинді Иә. әкелді. Сол айтып тұр, е? Жақсы, келесі. Қорлайды беріп қайтадан типтыққа орыс кетпесін. Ол кеңес үкіметінің қорлығына, орыстарды қорлығына Шыдамаймыз. шыдамайды. Жақсы. Яғни біріншісі еркек тоқты құрбандық, атам сен атыңдар. Яғни қай заманда алсақ та құрбандыққа барған батырларымыз бар. Яғни 19 ғасырда Мұхамбет болса, 20 ғасырда яғни Қайрат ағамыз құрбандыққа шығарған болатын. Екіншісі, күнәдан таза басым бар дейді. Яғни мұнда 21 жасқа дейін ешқандай күнә жасамай, яғни таза пакпен келіп, таза пакпен кетемін деген мағынада, еліме, яғни жұртыма зиянын тигізбей, бұл дүниеден кетемін деген сөз. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Анелік қойып, отыра қойыңыздар. Ал енді топтар бір-бірін бағалаймыз. Ең бірінші Махамбет тобы шықты. Махамбет тобын Қайрат тобы бағалайды. Алқай, бір-бір ауызша пікірлеріңізді айтыңыздар. Жазира, не айтасыз? Махамбет туралы жақсы айтты, өлеңдері қаша білді. Жақсы. Карина? Честно, істерін дұрыс қабылдай алды және қамыл ашылып білмеді. Жақсы. Әсем? Қалай? Маған бәрі ұнады. Ол да өз тақырыбын жақсылап ашып бізге түсіндірді. Өте жақсы, жарайсыздар. Ал Қайрат тобы туралы не айтамыз, Махамбет тобы? Олар Қайрат туралы барлығын айтып берді және өз сөздерімен жақсы жеткізіп берді. Дамир? Олар Қайратты дұрыс ашқан, Түсінікті болды, е? Қайрат тобы Қайраттың өлеңдерін жақсы ашты және өз ойларын жақсы білдіріп алды. Жақсы, өте жақсы, е? Екі топ та бұл тапсырманы жақсы орындады деп ойлаймын. Ал енді балалар, біз жаңа айттық, Махамбеттің неше күйі бар дедік? 11 күйі ол. Біз Махамбеттің сонда тек қана ақыл емес, батыр, сонымен қатар сазгер екенін көре аламыз. Ендеше біздің сыныбымызда Кадырова Анель біздің облыстық сайыстарға қатысып жүр. Қазір сергіту сәті ретінде бір күй орындап берсек, Анель келе ғой.
Енді біз екеуі Қайрат Рысқалбеков пен Махамбеттің өлеңдерін аштық, иә. Автор бейнесін енді біз екеуін қосып, салыстырып, 5 минуттық эссе әдісімен екі ұрпақтар сабақтастығына, жаңашылығына баға береміз. Ол үшін қанекей жұпқа бөлмейміз. Қанекей Әсем, Амел екеуміз атырмыз отырауы. Жазира мен Дамир, кім? Дидар мен Карина. Карина сен де келе ғой. 5 минут уақыт беріледі. 5 минуттық есте бір 3-4 сөйлемнен тұратын пікірлеріңізді жазасыздар. Яғни Махамбет пен Қайрат Рысқалбековтың ұқсастығы неде өлеңдерінде. Ал қанекей уақыт кетті, жазамыз. Ал қанекей балалар, біздің жана топ бойынша, жұп бойынша отырмыз, иә. Бізде білесіздер, Дидар мен Карина туған күні қыста, иә. Каринаның желтоқсанда, Дидардікі қаңтарда. Сондықтан екеуміз бірге жұмыс істеп отырсыздар. Ал бізде кім? Жазира мен Дамирдікі көктем айы, ал Карина мен Анел мен Әсемдікі жаз айында болғандықтан. Ал қанекей бірігіп жұмыс істейміз. Ал жақсы бала, 5 минут уақытымыз өтті. Қазір енді жазғандарыңызды мына миррор тақтаға жазамыз. Әр жұп өзінікін, одан кейін осы жерде оқитын боламыз. Қанекей бірінші жұбымыз Анел мен Әсем шығады. Миррор тақтаға өз пікірлеріңізді жазасыздар. Клавиатураны шығарыңыздар. Ал болдыңыздар ма? Дайын болсақ оқимыз. Ерім деген ер болмаса, елім деген ел болмайды. Халықтың айтқан сөзі елім деп, жерім деп бар махаббаттың ұлтына қазақ еліне арнай білген осы екі тарихи тұлғалар әрбір қазақ баласының үлгі етуіне мақтаныш сөзінің әкелетін қайталанбас батырлар. Осы батырлардың рухты өлеңін сүйетін замандастарымыз көп болғанын қалаймын. Жарайсың, өте жақсы. Бірінші жұптың жұмысы өте жақсы. Жақсы отырыңыздар. Келесі екінші топ Жазира мен Дамир. Екінші стикер сіздердікі. Қанекей. Дайын болсақ оқимыз. Махамбет пен Қайраттың тек қазақтың ғана бойынан табылатын сарқылмас жігер мен шабыттың, сана мен сабырдың, тәуекел мен арманның тілегі. Екеуі де жалынды, намысшыл, ер жүрек. Екеуі де жұрттың елдікке бастайтын адамдар. Өте жақсы. Жақсы жұмыс істеді. Екінші жұп, үшінші жұп Карина мен Дидар. Үшінші стикер сіздердікі. Жақсы. Өз ойымызды жаза қоямыз. Сөзін сөйлеп, тегін қуар ақындары мен батырларымыз, Махамбет пен Қайрат ағаларымыз секілді. Екеуі де елдікке бастаса, қайсы бір жұмыр басты пенденің болсын, ересі жетпес ерен ерлікке, кемел кісілікке бастарға. Азаттық үшін алысқан елі үшін егескен батырларымыз, жалынды ақын намысшыл ерекшелік жауынгерлеріміз. Бір сөзбен айтқанда, бір рухани ұстазымыз, бәрі суреттен құрамыз. Өте жақсы. Қайрат пен Махамбетті өте жақсы ашыпты. Үшінші жұп отырыңыздар. Яғни біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік. Махамбет пен Қайратты жан-жақты салыстырып, екеуінің ұқсастығын анықтадық. Ендеше қазір рефлексия ретінде бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңыздар, не түсінікті болды, қандай ой сіздерге жаңа болды, қай жер ұнады, сол туралы еркін микрофон әдісімен бір-бір пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Маған бүгін сабақта ұнады, біз қай батырға алсаймыз сол. Сол әдіс ұнады, өте жақсы. Анел? Маған бүгінгі сабақ ұнады. Махамбет Өтемісұлы мен Қайрат Рысқалбеков туралы көп мәлімет білдім. Жақсы. Маған бүгінгі сабақ ұнады және Махамбет Өтемісұлы туралы көптеген мәліметтер естідік. Жақсы. Дамир? Маған да ұнады. Біз
башы дейді. Бүгінгі сабақта маған ұнағандары өлеңдердің ашылулары және мағыналары өте ұнады. Жарайсыздар балалар, бүгін сабақта өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Сол кезде әскерді бастаған адамды кім деп айтқан екен балалар? Әскердің басын бастап, әскерді өзінің алға сүйреген адамды кім деп айтқан? Қолбасшы деп айтқан. Ендеше мен де бүгінгі сабақты қорытындылай келе, бүгін екі топты алдыға сүйреп, өз пікірлерін айтып жүрген Анель мен Каринаға қолбасшы деген атақ береміз бүгінгі сабақта. Ал қолбасшының оң қолы әрқашан көмектесіп, өзінің пікірін айтып жүретін адамды сардар деп атаған екен. Ал қанеки Әсемге, Жазираға және Дамир мен Дидарға сардар деген атақты беремін. Көп рахмет, бүгінгі сабақта өте жақсы жұмыс жасадыңыздар. Ал енді үй жұмысы кітап бойынша күнделікті ашып жазып аламыз. 107-ші бет, 8-ші тапсырма. Бұл тапсырмада Махамбеттің өлеңдерінің идеясы негізінде бейнесін ашып, дәлелдеп жазып келесіздер. Көп рахмет бүгінгі сабаққа балалар.